Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі, оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр, заманның сол ғой кем тұсы, болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдан не сартық, нәпсісін түгел тиз артық, намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жиз артық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйс артық, жәннатта ғұмыр кешерсің көңліңде сонда күй шалғып, анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар иіс аңқып. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, тұясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні. Жан анамыз, Досалма Жамал анамызды о дүниелік болғанына жыл толып жатқанында анамызды еске алып дұға бағыштамақпыз. Анамыз Досалма Жамал Аманғазықызы 1942 жылы Есбол ауданы, қазіргі Есбол ауылында Ысық ұрылы Қадырқұл бөлімді Досановтар әулетінде дүниеге келген. Балалық шағында ауылдағы аузы дуалы бір әжей ырымдап Жамал анамызға Күлима деп айдыртаған. Сол сәттен бері Жамал анамыз жалпы жұртқа Күлима атымен танылып кетті. Жастайынан өнерге, білімге құштар болған анамыз оқу орнын бітірген соң бастауыш сынып мұғалімі болып, жас ұрпақтың бойындағы өнерін өрістетіп, Жанан деген жас жүрекке біліммен от беру жолында талай жолын арнап, талмай еңбек етті. Мың 1964 жылы 14 тамызда Құрақов Тұрлан әкемізбен шаңырақ көтеріп, Еріш ұрылы Есенженет еліне абыройлы келін болып ақ босағаттай. Жарсуат топырағындағы қасиетті қара шаңырақ Махамбет атына орта мектепте талай жылын арнап еңбек сіңірген. Анамыз талай болам, толам деген жас ұрпаққа ақылын айтып, тәжірибесімен бөлісіп, қанасын қолындап, томағасын сыпырған. Анамыз 1992 жылы құрметті еңбек демалысына шықты. Білімді, адамгершілігі жоғары, педагогикалық ұжымы қадірлейтін анамыз еңбек ардагері медалімен және бірнеше аудандық, облыстық білім басқармаларының құрмет грамоталарымен марапатталды.
әкеміз құрақып тұрғанда елге сыйлы мектептің ұстазы болған. Жанұяда бірнеше ұл қызды дүниеге келіп, тәрбиелеп, қажетті білімдерін алып беріп, 3 немере, 5 жиен сүйіп, жиеннен туған жиеншар қолынан су ішіп кетті анамыз. Жыл өтті жан ананы жоқтағалы, жыл өтті нәзік жүрек тоқтағалы. Сен алмай кеткеніңе ұл қыздарың елеңдеп сен іздейді топтан әлі. Биіксің бізге биік нарқың менен, көпшіл адал жылы жүзді қалпың менен, жүректің төрінде тұр асыл бейнең, ақ жүрек, ақ бейілді салтың менен. Сұмажал сағынышты торық тұрып, білдірмей кеттің бәрін біліп тұрып. Жанына жақындардың батпасын деп, қарсы алдың ажалды да күліп тұрып. Берсең дана сатып бәрін қолыңдағы, сұмажал өз жолынан жаңылмады. Тағдырдың жазғанына көндік бізде, аңырап ұрпақтарың соңындағы. Армансыз кім бар дейсің бұл өмірде, жұбаныш бар ма сірә сағынған бұл көңілге. Сидақаның тұрланатын жаңғыртқанда, жамалдай жақсы атың жарқырап тұр көңілде. Айдынға аққу қаз оралды, сағындым сені. Жайнады дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті жапырақ тоналды, сағындым сені. Аққайың ақ мамық оранды, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Жоғына сенбестен қарайлаймын жолына. Сен едің ертегі аралап, дертімнің таба алмай амалын. Таусылып ішімнен барамын ау қараға. Аққайың арылды ақ қардан, сағындым сені. Сандуғаш сайрады бақтардан, сағындым сені. Елесің жоқ болған тәтті арман, сағындым сені. Келесің жаным қай жақтардан, сағындым сені. Күн батты таң атты тағы да, ем таппай жаралы жаныма. Жоғына сенбестен қарайлаймын жолына. Сен едің ертегі аралап, дертімнің таба алмай амалын. Таусылып ішімнен барамын ау қараға. Тағы да, ем
ой жаралы жаныма жоғына сенбестен қарайлаймын жолына сен едің ертегі аралап дертімнің таба алмай амалын таусылып ішімнен барамын ау қараға Береке белдігі, өнеге өрлігі, өзіңмен ғана ей белгілі. Кеудеңе сыйғандай, даланың дархан кеңдігі. Көңілі гүл көктен, мейірімді жан еткен. Төрт бөліп бесік тербеткен анаңдау сүйсең менше сүй бабамның антындай хауана халқын Өте берсін, өне берсін, ұрын бұтақ аман болсын. Еңбектерің жемісті болсын. Дендеріңе саулық беріп тек осындай қызықты думанда жүре беріңіздер айналайын. Ұрпақтарыңыз өсіп